Қайырлы күн, сіздермен Даму Академиясы. Бүгінгі тақырып бөлшектер. Жай бөлшектерге арналған сіздерге 4 есеп ұсындық. Қарап көріңіздер, пауза қосып өз күштеріңізді сынаңыздар. Кейін бізбен тексеріңіз. Бірінші есеп. Бізге 3 жақша берілген, әр жақшаны жеке-жеке орындап көбейту амалдарын жасаймыз. 1 қосу 2-ден 1, 1/2-ден 1, көбейту 1 қосу 3-ден 1, 1/3-ден 1, көбейту 1 қосу 4-ден 1, 1/4-ден 1. Мынау барлық аралас сандар. Бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 2 көбейту 1 2, қосу 1 3. 3 көбейту 1 3, қосу 1 4. 1 көбейту 4 4, 4 қосу 1 5. 4-тен 5 болады. Аралас бөлшекті бұрыс бөлшекке айналдырдық. Енді қысқаратынды қысқартамыз. 3 пен 3 қысқарады, 4 пен 4 қысқарады. 2 пен 5 қалады. Бұл 2/2-ден 1. Немесе 2/10-5. Бұл бізде бір жауабы. Екінші есеп. Бұл жерде де бірақ айырмашылығы азайтулар берілген. Әр жақшаны орындап шығайық. 1 азайту 2-ден 1. Яғни 1/2-ні біз 2-ден 2 деп аламыз болады. 2-ден 2 азайту 2-ден 1. 3-тен 3 азайту 3-ден 1. 4-тен 4 азайту 4-ден 1. 5-тен 5 азайту 5-ден 1. 6-дан 6 азайту 6-дан 1. Қараңыз. 2-ні 2-ге бөлсек 1, 3-3-ге бөлсек 1, 4-4-ге бөлсек 1, 5-ті 5-ге бөлсек 1. Нардан 1 деген сандарды біз осылай өзгертіп алдық. 2-ден 2 азайту 2-ден 1 болады 2-ден 1. 3-тен 3 азайту 3-ден 1, 3-тен 2. 4-тен 4 азайту 4-ден 1, 4-тен 3. 5-тен 4 болады. 6-дан 5 болады. Қысқартамыз. 2 мен 2 қысқарады, 3 пен 3, 4 пен 4, 5 пен 5. Бөлшектің алымында 1 қалады, бөлімінде 6 қалады. 6-дан 1. Бұл бізде Д жауабы. Үшінші есеп. Алдымен жеке-жеке 2 жақшаны орындап аламыз. Бірінші жақша 12-ге де 8-ге де бөлетін сан, ол 24. 2-ден береміз, 3-ден береміз. 2-ні 5-ге бөлсек 10, 3-ті 5-ге бөлсек 15. 24-те 25 шықты. Екінші амал, екінші жақшаны орындап аламыз. 4-тен 1-ге қосамыз 8-ден 3-ге. Екеуіне бөлетін сан ол 8. 8-ді 4-ге бөлсек 2, 8-ге бөлсек 1. 2 қосу 3 болады, 8-ден 5. Келесі амал, 24-тен 25-ті бөлеміз 8-ден 5-ге. Бөлу кезінде бірінші бөлшек орнында тұра береді. Бөлу таңбасын көбейтуге өзгертіп, 8-ден 5-ні орнына ауыстырамыз. Кері бөлшекке айналдырамыз. 5 төменге, 8 жоғары кетеді. Енді қысқартамыз. 24 пен 8 1 3, 25 пен 5 1 5. Сонда болады 3-тен 5. Немесе 1/3-ден 2. Бұл бізде Б жауабы. Төртінші есеп. Бізде осындай бір күрделі амалдар берілген. Ең бірінші жақшаның ішіндегі жақша. Содан кейін жайлап жақшаның сыртына көше береміз. Бірінші амал 2/5-ден 1 азайту 1/6-дан 5. Бұл жерде 5-ке де 6-ға да бөлетін сан ол 30. Ортақ бөлім 30 болады. Сонда 2/30-дан азайтылған 1/30-дан деп жазып қояйық. 30-ды 5-ке бөлсек 6, 30-ды 6-ға бөлсек 5. 6-ны 1-ге бөлсек 6, 5-ті 5-ке бөлсек 25. Бірақ 6-дан 25 азайтылмайтын 2/ді біз 1/30-дан 36 деп жазамыз. Мынадан 1/ді азайтамыз, сәйкесінше бөліміндегі 30-ды алымына қосамыз. 1/1-не 1/30 тұтсаң 0/, ештеңе алмайды. 30 тұра береді, 36-та 25 жасақ 11. Бірінші жақшадан осындай шықты.
Екінші 4,60-тан 29-дан азайтамыз 30-дан 11. 60-ға да 30-ға да бөлетін сан. Қазір жазып алайық. 4,60-тан 29 азайту 30-дан 11. Екеуінде бөлетін сан 60. 60-ды 60-ға бөлсек 1, 60-ды 30-ға бөлсек 2. 29 азайту 22. 4,60-тан 7 болады. Келесі амал 7,12-ден 1-ден азайтамыз 4,60-тан 7-ні. 12-ге де 60-ға да бөлсек 60. 60-ды 12-ге бөлсек 5, 60-ды 60-ға бөлсек 1. 5-ті 1-ге бөлсек 5, 1-ді 7-ге бөлсек 7. Бірақ 5-те 7 азайтылмағандықтан 7,5-ді қайтадан 6,5 деп жазып аламыз. 6,5-тан 60-тан 65-ке қосамыз 65. Азайту 4,60-тан 7. 6,5 азайту 4,2 қалады. Ортақ бөлім 60 тұра береді. 65-тен 7 азайтсақ 58 болады. Кеттік келесі амал. Соңғысы 5,15-тен 7-ден азайтамыз 2,60-тан 28-ді. Бұл кезде екеуіне бөлетін сан 60. Мынаған 4-те, мынаған 1-ден береміз. Сонда 5,60-тан 28 азайтылған 2,60-тан 28. Ой, кешіріңіз, мына жерде 58 екен, мына 58 бізде. Бірақ 28-ден 58 азайтылмайды, сондықтан мынаны 4,60-тан 88 деп аламыз. 4,0 азайту 2,0 болады. 2,60-тан 88 азсақ 30 болады, е? Екеуді қысқарып нөлдері. 2,2-ден 1. Немесе 2,5 болады. Бұл бізде С жауабы. Рахмет.